Сәлем, мен Жанеркем, және сен менің каналымдасың. Бүгін мен сіздерге өзімнің қандай прическа жасайтынымды көрсететін боламын. Сондықтан да егер сіздерге бұл прическа ұнайтын болса, әрі сіздерге бұл видео пайдалы болатын болса, міндетті түрде лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Ең алдымен шашымызды жақсылап тұрып, тарап алатын боламыз. Одан соң резинканы білегімізге қоямыз да шашымызды биікке қарай буатын боламыз. Қаншалықты биік болатын болса, соншалықты әдемі болады. Мен бүгін средненький, яғни ортағысына қаратай қоятын боламын. Енді бағанағы білегіміздегі резинкаменен аламыз да жақсылап тұрып шашымызды қыстыратын боламыз. Мінекей, дайын болды. Сонда обычно бізде болған шығатын болады. Енді біз бұны аламыз да үшке бөлеміз. Мінекей, одан кейін аламыз да кәдімгі өрімге өреміз. Ең оңай өрімге. Егер сіздер бұнда емес басқа да өрімге өргілеріңіз келіп тұрса, онда міндетті түрде өре білсеңіздер болады. Ал мен бүгін дәл осындай өрім өретін боламын. Енді бұны сіздер түбіне дейін өрсеңіздер болады, және түбіне дейін өрмесеңіздер де болады. Мен түбіне дейін өрмеймін. Енді бұл жерде сіздер өздеріңіз таңдай аласыздар. Либо былайынан қазір осылай шошқа жасаңыздар болады, және невидимкамен қыстырып, либо осылай қалдырып өздеріңіздің осындай канцелярский резинка дейді ғой, сондаймен қыстырсаңыздар да болады. Бірақ менде канцелярский резинка емес, обычный шошқалаған резинка. Қара түсті, сондықтан да көрініп тұрған жоқ. Одан кейін аламызда былай объемнее етіп, былай тартатын боламыз көтеріп. Сөзде ол осылай үлкенірек болып көрінетін болады. Мінекей осылай біздің шашымыз уже дайын болды. Бұған сіздер декор сияқты ету үшін, әдемірек болу үшін заколка мына жерге немесе мына жерге өздеріңіз қалаған жерлеріңізге қоясыздар. Ал мен дәл қазір мына жерге қыстыратын боламын. Ну, как бантик. Достар, қалай сіздерге менің бұл прическам ұнады ма? Егер сіздерге ұнап жатқан болса, міндетті түрде лайк басып, подписка жазып, және подписканың қасындағы қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.